Аэци Каталуния даласының таулы қыратты аймағына күн ілгері кеп бекінген. Осы арадан құрама әскермен тұтқи жолдан ордаға тап бермек еді. Тіптен Арлан, Толаза халқын, мұндағы ғұндарды ол өз көзімен көрмек болған. Еділді күтпеген олар соғысқа әзірліксіз болатын. Төтеннен Галлияға кіріп келгенде оны бірақ білді. Аэцидің тауда бұғып жатқан тосыннан тап бермек ойын Еділ осында Галлияда жүріп есітті. Ендеше оның Еділ қолының бейғам сәтін тосып жатқаны құпия емес. Шайқасқа таулы аймақты таңдап алған олар орда әскерін осы арада күтті. Еділ ойлағандай олар жазықтықта соғысудан қашты. Аэци ортаға одақтастар әскері вестготтар, франктер, аландар, бұрғындарды қойды да қос қанатқа Римнің екпінді жасақтарын орналастырды. Ондағы ойы айқас кезінде әскерді жарып шықпақ болып ортаға ұмтылған ғұндарды қос қанаттағы екпінді жасақтар сырттан орап, қоршауда қалдырып қойып, жойып жібермек. Римдіктердің бұл әдісі әсіресе қарсыласы шабуылды бірінші боп бастағанда жүзеге асыруға қолайлы. Бұрын 2 рет Шығыс Риммен соғысқан Еділ бұл айланы жақсы білетін. Өткен 2 соғыста да римдіктер шабуылға бірінші шықпай, қарсыласының шабуылын тосып алған. Бұл әдіс айқас үстінде оларға артықшылық береді. Алдымен қарсыласының мақсаты бірден аңғарылады. Содан кейін жауды самсаған жай оғымен күтіп аласың. Жарса жауған жебе астында жау беті қайтып қалады. Бірақ бұл әдіс ғұндардың шашырай шауып, құйындай жүйткіген атты әскеріне қарсы тиімсіз. Ендеше Аэци ескі әдістерін қолданбайды деп ойлады. Еділ дәл басқан еді. Шындығында да Аэци ескі соғыс әдістерінен бас тартты да бұл жолғы Карфаген қолбасшысы Ганнибалдың соғыс әдісін таңдап алды. Аэцидің бұл құпиясын жансыздар жеткізген. Аэцидің құпиясын білмеген боп, әдейі 250 мың атты әскермен Еділдің өзі қақ маңдайдан шабуыл жасайды. Сол кезде Рим құлдарынан құралған 200 мың әскермен ғұндардың тағы 50 мың атты әскері арттан және қос қанаттан қорғап отырып, Аэци қолымен бетпе-бет кездеседі. Рим әскерінің ордадан 50 мың жауынгері артық. Мұның орнын Еділ сарбаздарының шебер шабуылымен және ерлігімен толықтыруды ойлады. Еділ бастаған қол вестготтарды қақ маңдайдан соғып, жарып өтіп қос қанаттағы Римнің екпінді күштерін ту сыртынан орап, қоршауда қалдырып соғып тастайды. Бұл жолғы жеңіс мақсаты басымдыққа ие болу ғана. Римді бас көтертпей күйрете жеңуді орда бұл жол мақсат етіп қоя алмайды. Өйткені оның негізгі күші артта, Римде еді. Ал қазір мына Галлиядағы вестготтарға көмекке келген күшін жеңу, бұл соғыс даласында басымдықты қолға алу ғана. Еділдің ойы осы жолы алдымен вестготтарды тізе бүктіріп, келер жылы Италияға шабуыл жасамақ. Одан әрі Римнің өзге де одақтастары әскерін жойып, жекпе-жекке Римді жалғыз қалдыру. Мұның бәрін өз мойнына алған Еділ вестготтарға қарсы соғыстың алғашқы күнінен ақ аса жауапты шептерді өзі бастап шықты да, қос қанатқа ой басты, арт жаққа қаптағайды қойды. Соғыстың аты соғыс, жаудың айласы көп. Ол сенен асып түспесе кем емес. Сондықтан да қимыл әрекеттерің ойлаған жерден шықпай жатады. Ал соғыс үстінде мұндай аз ғана ақау, ұсақ түйектің өзі ірі қателіктерге ұрындырып, сан соқтырып кетеді. Мұның бәрі соғыста қолбасыға, әскер басыларға жүктеледі. Жау айласын асырып кетіп, талай сан соғып аузы күйген Еділ қазір сақтана қарайды. Ол 10 мың сарбазды басқару орталығы шатыр маңына қалдырды. Олар тылда биік басында шайқас барысын бақылап тұр. Айқас үстінде қақ маңдайдағы екпінді күшпен қос қанаттағы ойбас, арттағы қаптағай арасында байланыс болмай қалса ше.
Мұны болдырмау үшін қосымша күш жау көзіне түсер жерде көрініп тұруға тиіс. Бұл жаудың алаңдаушылығын туғызады. Бірақ ол еділ пәрмен бермей айқасқа кіріспейді. Орда әскерінің қос қанаты одақтастары әскерінен тұратын. Аэцийге төтеп бере алмаған олар қорқынышқа бой алдырып, тым-тырақай қаша жөнелсе ше. Еділдің шешуші сәттерде одақтас тайпалар әскеріне сенімі аз болатын. Ол ғұн әскері мен бұрынғы құлдардан құралған әскерге ғана арқа сүйеді. Шайқас алдымен Османға тақау Шалон қаласынан басталып, Каталунияда жалғасты. Шілде айының тамылжыған таңында орда әскері Галлияға кеп орналасып жатқан Рим әскерінің бөлімшелерімен қала түбінде кездесті. Аэций бөлімшелерін алғаш осы қаланы қорғауға қалдырды. Галлия жеріне кеп кірген ғұндар Мен қаласын алып, Каталуния жанындағы Шалон қаласының үстімен өтпек. Мұнда күн өлгері бекінген Аэций тұсынан өтіп бара жатқан орда әскеріне тұтқиылдан тап берді. Бірақ сақ отырған сарбаздар бұрын сілтеген жау қаруын артпай, тез қимылдап үлгеріп қарсы шапты. Бірөңкей тері сауыт пен қызыл түстес киіз бөрік киген ордалықтардың сырт түсі қарсыластарына айбынды көрінді. Және керней үнімен керіле басқан атты әскер қаһарлы Рим легиондарын көре тұрса да, біркелкі жүрісінен тынбай, ала қашқалы арғымақтар басын шірене тартып, сіресе басып келеді. Ғұндардың қазір әлемді өзіне қаратып тұрған қаһарлы Римге, оның Аэцийдей айбынды қолбасшысына қарсы алшаң басып шайқалып келе жатқан ғұндарға ол бірінші боп оқ атуға бұйрық берді. Әлгінде қауіптен қаперсіз көрініп, теңселе басып келе жатқан ғұн әскері олар ойлағандай бейғам болмай шықты. Алғаш жебелер жауып қоя бергенде-ақ, қалың қол жапырыла бұғып жалт беріп үлгерді де, самсаған жебелердің келесі легін дарытпай кетті. Екі жақтан да ерсілі қарсылы ұшқан оқтар ауаны тілгілеп, жарыса олып қоя берді. Қаланы қоршап алған атты сарбаздар ішке лап қойды. Енді қолма-қол соғыс басталып кетті. Ұлы сүрең арты ығы-жығы, ұрда-жық айқасқа айналған. Шайқастың қақ ортасында ойнақ салып, аңырата соққан айбалта, кірш-кірш қадалған найза, сарт-сұрт сүңгілер шаншылып түсіп жатыр. Соңғы демде жаумен жағаласқан жауынгерлер одан арыда не болып жатқанын көріп те, біліп те жатқан жоқ. Опыр-топыр ішінде тұяқ астынан көтерілген будақ-будақ шаңнан қарға адым жер көрінбей, бұлдырап, төңіректі тұманға айналдырып жіберді. Алаханның аумағындай шағын қалаға симаған екі жақтың миллиондаған әскері аядай тар жерде кеңнен құлаштап көсіле соғыса алмай, қаланың оңаша беті Каталуния жағына қарай ойыса берді. Әлден Рим әскері жағынан керней үні естілді. Еділ бұл оқыс үннен іштей қауіптенген. Бірақ іле барлаушылар хабары жетті. Жаудың негізгі күші тау етегіндегі бекінісінен қозғалмаған. Күн көзі түске өрмелегенде соғыс ығысып келіп Каталуния даласының қақ төрінен бір шықты. Бұл күнге соғыс етегі алып, үлкен өртке айналып кетпеді. Екі жақтан да аз ғана санаулы жасақтардың қақтығысынан ары аспады. Рим әскерінің қалың қолы да бекінісінен көтерілмеді. Орда әскері де жаппай шабуылға шықпады. Күн көзі анау бүк түскен жоталардан ары асқанда қақтығыс саябыр тартып, қас қарайы екі жақта өз шатырларына оралды. Ертеңгі шайқас алдында Еділ жанында тақау тұрған Николанды көрді. Өткенде орда әскерін Галлияға бастап аман жеткізгеніне аса риза болған Еділ оны өзіне жақын ұстайтын. Сенім арта қарап, жанынан тастамайтын. Шын берілген Николан қожасының өзіне деген сенімін аяқ асты етіп көрген емес. Ол қандай тапсырмадан да бас тартпайды. Қым-қиғаш аласапыран айқас үстінде де Еділ жанынан табылады. Бірақ ала-топан айқастарда көз жазып қалып, сыңсып ұшқан жебелер, сақ-сақ салғыласқан семсер, сүңгілер, қақтығысқан қалқандар, күнге шағылысып жарқ-жұрқ ойнаған қылыштар арасынан
ол еділді іздеп әуре сарсаңға түсетін кездері аз емес. Мұндайда сарбаздарша киінген еділді алатопан ішінен ажырату оңайға соқпайды. Мұның бәрін айқас үстінде жүріп атқарады. Жау аямайды. Олар үшін сұрауың жоқ. Әйтсе де қожайынның адал қорғау үшін ол әркез қидаласқан қырғын ішінде еділ жанынан табылуға тиіс. Қазірде осында зорға жеткен. 100-ден тұратын байланысшылар жасағына басшылық жасау Николанға тапсырылды. Байланысшылар айқас үстінде жағдайды оған баяндап тұруға тиіс. 100 басы, 1000 басылар мәлімдемелері де алдымен осы Николанға келіп түседі. Ол мұның бәрін еділге хабарлап тұрады. Николан бұрын мұндай соғыс ісімен айналысып көрмеген. Әйтсе де еділдің таңдауы оған түсті. Қазір ол қол басының жақын кеңесшілерінің бірі. Еділ үшін Николанның жөні бөлек. Оның білімдарлығымен шексіз берілгендігіне шек келтірмейтін. Сондықтан да Шалон түбіндегі шайқастың алғашқы күні байланысшылар тобына басшылық етсе, келесі күні Каталония шайқасында байланысшылар жасағын Еділ өзінің бала күнінен бірге ойнаған досы, бұрынғы 1000 басы, талай соғысты бірге өткізген жауынгер серігі Селжөкке тапсырды да, Николанды қарауында 10 000 жауынгері бар орталық басқару шатырын қорғау жасағына басшылыққа қойды. Бүкіл соғыс барысы осы орталық шатыр қорғанысына тәуелді. Еділ әскер басыларына жеке-жеке тапсырмалар берді де, өзі орталық шабуыл жасағын бастап, жаудың қалың қолына қақ маңдайдан кірді. Еділ қолының қарсы алдында жаудың әлсіз тобы аландар тұрған. Ал орда оның қос қанатында ойбаспен қаптағай бастаған 50 000 ғұн сарбаздары мен 200 000 бұрынғы Рим құлдары жауынгерлері артта тұрды. Кейінгі күш кез келген сәтте әлсіз тұсқа көмекке ұмтылуға әзір. Екі қол бетпе-бет түйіскелі келе жатқанда Аэци кенет соғыс әдісін аяқ астынан өзгертіп жіберіп, айла жасап кетпеді ме деген күдік Еділдің көңілінде ұялап қалған. Бірақ жау әскері қатарының өзгермегенін, кешегі хабар бойынша сап түзеп келе жатқанын барлаушылар үсті-үстіне жеткізіп жатты. Ортада вестготтар мен аландар, қос қанатта Рим легиондары. Ойбас пен қаптағай Аэци қолының қос қанатына қарсы қимылдап келеді. Еділ жау өзі бастағанша шабуылға шықпауды тапсырды. Жау кенет әскер қатарының орнын ауыстырып жіберер болса, оның бүкіл жоспары бұзылмақ. Соғыс жоспарының аяқ астынан бұзылуы ешқашан жеңіске жеткізбеген. Қазір Еділдің ойы жау шебін жарып шығып, Аэцидің арқа сүйеген легиондарымен кездесу. Бұл кездесуде алғашқы шебі бұзылып, сан жағынан кеміп қалған Аэци қолы саны жағынан да, қару әдіс айла жағынан да асып түскен ордаға қарсы тұра алмайды. Бірақ бұл айқаста Аэцидің де көздеген айласы бар. Оған ғұн әскерінің ортаға көбірек шоғырланып, соғысқаны керек. Ол кезде бір-біріне кептеліп, ығы-жығы үйелеп қалған әскерді соғыс тәртібіне келтіру мүмкін болмайды. Осы сәтті пайдаланып Аэци әскері қос қанаттан қуатты шабуыл жасап және көк желкеден орап Еділ қолын қоршауда қалдырып соғып тастамақ. Қазір Аэци орда қолының оң жақ қанатында тұр. Әзірге Еділдің алысты болжаған ойы орындалып жатты. Ол алғашқы екпінмен қақ маңдайдағы аландар қорғанысын жарып шығып, іргедегі вестготтарға тап беріп, королі Теодорихты қатардан шығаруды, қолы қатарын сақтай алмай, аралары ашық қалды. Аэци бастаған қос қанат жедел қимылдап, Аттила жасағын қоршауда қалдыруды көздеді. Алысып беріспеген айқас бірнеше күнге созылғанда да, ол осы ойынан бас тартпаған. Соғыстың 3-ші күні ғана айласының іске аспай қателескеніне көз жетті. Бірақ мұның қалай болғанына түсіне алмады. Аттила соғыс жоспарын жау біліп қалған деп ойлады. Соғыстың 3-ші күні 3-тен үңгіп жарып шыққан Еділ аландар мен вестготтарды Рим әскерінен бөліп тастап, Аэцидің қолын
сырттан орап ығыстырып бара жатты. Ат үстіндегі ғұн жауынгерлері көз ілеспес қимылмен түре қуып тап беріп, шығандап шығып кетіп, қайта айналып соғып, Аэци әскерінің есін алып жүр. Олар қолында жеңіл ойнап жүрген имек қылышымен қарсыласын дәл соғып ат үстінен аударып тастап, ауада ұшып жүргендей. Әр сілтегені бос кетпей қидалап жүр. Түс қайта вестготтар мен аландар қатары сиреп, әр жерде 5-10 атты жауынгерлері ғана қаша ұрыс салып жүргені көрінді. Алғашқы 2 күн екі жақ үшінде тыныш болған. 3-ші күні әдісін жау жақ біліп қалды деп ойлаған Еділ тағы бір айла жасап, 5-6 жасақты шабуылға шығарды. Жау шебіне барып, соғыс сала бастағанда оларды қорғауға тағы 6 жасақ жар астынан шыға келіп ат қойды. Мұны ғұндар шабуылының тосын әдісі деп қалған Аэци қолы көтеріліп кетті. Бұл сәтте Аэци өз штабында отырған. Оның үлкен ұлы әскер басы Торнемет ғұндар шабуылға көшті деп хабар жеткізді. Ендеше әскер қарсы шабуылға шықсын, деді Аэци Торнеметке асығыш жарлық беріп. Бұл әкенің баласына берген зілсіз жарлығы ғана емес, қолбасшының әскер басына берген орындауға ғана жататын зілді бұйрығы да болатын. Ал жүгірген Торнемет келе легион басшыларына бұйрық беріп жіберді де, көзді ашып жұмғанша әскер көтеріліп кетті. Тау аңғарларына жасырына орналасқан легиондар тұс-тұстан жапырып шыға келді. Мұны байқап тұрған алғашқы орда жасағы қорыққандай болып қаша жөнелді. Оларды қорғамақ боп кимелеп кеп қалған тағы 6 жасақ тосын қимылдан сасып қалған сыңаймен кенет жалт берді. Мұның бәрін қорқып қаштыға санаған Аэци қолы анталап кеп олардың ізіне түсті. Бұл кезде оқиғаны алыстан бақылап тұрған Аэци шабуылға шыққан ғұн қолының мұншалықты тез шегінгеніне күдіктеніп тұрса да, қашқан жауды қума деп бұйрық бере алмай аңтарылып қалған. Қас пен көздің арасында айтып ауыз жиғанша, әп дегеннен жауының ізіне түсіп, екпініне шыдатпай үдере түре қуа жөнелгеніне хошы да келген. Қашқан жауын қуып жетіп түсіруге іштей тілеулестігі де жоқ еместі. Каталуния даласына қарай көз ұшына көрінбей құлдырап кетіп бара жатқан қол соңынан жасағымен Аэци де ілесті. Шетсіз шексіз көсілген жалпақ далада екі жақ қарама қарсы кеп түйісті. Олар тұрған жер сәл дөңестеу болатын. Мұндайда шабуылға шығар жақ әдетте биік төбе іздейтін. Өйткені биіктен төмен қарай әскер таудан аққан қарғындай екпіндете лап қояды. Ондайда сасқан қарсылас биіктен селдей құйылған ағынды тоқтата алмай екпінімен ығып кетеді де, бұл жеңісінің басы болар еді. Олар кең жазықтықтың орта тұсындағы осы бір оймақтау төбешікті бұрын иеленуге таласып жатқаны байқалды. Қазір дөңнің оң жағында ғұндар, сол жағында римдіктер мен вестготтар. Аэци әскерінің оң қанатында вестготтармен бірге Теодорит, сол қанатында Аэцидің өзі. Сангибан бастаған аландар қолы ортада. Рим сенімсіз де әлсіз жасақтарды ортаға қояды. Мұндай жағдайда олар соғыс үстінде саптан қаша алмайды. Қашпақ болса, екі жақтан қыспақ қалған жасақтарды оларды кез келген сәтте соғып тастай алады. Қазір айқас үстінде аландар жасағы ортада. Қақ ортада Рим әскерінің қоршауында келе жатқан Сангибанның қолы ғұндармен бірінші болып кездесуге тиіс. Аэци ордамен астыртын одақтасқаны үшін аландар жасағына әдейі осылай жасаған. Мұндайда қашпақ болған жасақ соғысқа амалсыз кіріседі. Сангибан ойлаған жерінен шыға алмады. Оң қанаттағы орда әскерінің құрылым тәртібі басқа. Екпінді мыңдықтарын қос қанатқа аулақта орналастырды да, еділ ер жүрек жауынгерлерін алып, қақ ортада қасқайып тұрды.
Мында айқас үстінде қолбасыға қауіп төнбейді. Ол өз тайпаларының ең мықты жасақтары арасында жүреді де, оған жау жасақтары төте шабуылдай алмайды. Және негізгі күштің қос қанатына одақтас тайпалар жасақтары орналасты. Олардың ішінде ағайынды Валамер, Теодемир, Видемар басқарған Остготтардан құралған жасақтар бар. Олар өз төңіректеріне Амал әулетінен тартты. Әулет рухы оларды соғыста ерлігімен даңққа бөледі.